Бас ауруын дәрісіз 5 минутта қалай жазуға болады? Басыңыз ауырып, мазаңызды алады ма? Ішетін дәріңіз жоқ болса, немесе дәріден әбден мезі болған шығарсыз. Ендеше қытайлықтар 5000 жылдан бері қолданып келе жатқан нүктелі массажға, акупрессураға жүгініңіз. Ол үшін достар, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Яғни подписация батырмасын баса кетіңіз. Және де видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ал акупрессура дегеніміз не? Ол ежелгі Қытайдан келген нүктелі массаж. Оны қолданудың мәні тері астында жасырынып жатқан ерекше меридианды сызықтар арқылы дертке шипа табу болып табылады. Мұндай меридиандағы нүктелер саны бірнеше мыңға жетіп жығылады. Олардың әрқайсысы организмнің белгілі бір функциясына жауап беріп отырады. Массаж арнайы медициналық білімді талап етпейді, әрі қиын түгі жоқ. Бұл тәсілдің ғалымдар расында пайдалы екеніне көз жеткізген. Акупрессура нүктелерін қалай уқалаймыз? Ендеше кеттік, ал сіз подписация батырмасын баса кетіңіз. Алдымен ыңғайлы отырып, не шалқанып жатып алыңыз. Ойыңыздағы барлық негативтерді шығарып, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бас ауруыңыз массаж кезінде не 10-15 минутта өте шығады. Қытайлықтар алдымен бас қатты ауырғанда акупрессура нүктелерін 1-5 минут бойында айналдыра массаж жасайды. Екіншіден, созылмалы аурулар кезінде ол нүктелерге қатты салмақ салмай, сұқ саусақ немесе бас бармақпен 30 секунд уқалайды. Ал үшіншіден, акупрессураны бұрыннан жасап жүргендер болса, сұқ саусақты қатты баса отырып 3-5 минут бойы массаж жасайды. Керек болса, бұл тәсілді күніне бірнеше рет бойына қолдансаңыз болады. Оның денсаулыққа ешқандай кері әсері жоқ. Ал бірінші акупрессура нүктесі бұл бізде бірінші нүкте бұл Хайгу нүктесі деп аталады. Қытай медицинасында Хайгу нүктесі универсалды болып табылады. Өйткені оны тек қана бас ауруы кезінде ғана емес, тіс сыздағанда, бір нәрсеге назар аудара алмай жатқанда пайдаланса болады. Тек бұл нүктеге аяғы ауыр әйелдер соңғы айында жолай көрмесін, себебі ерте толғаққа әкелуі мүмкін. Хайгуды бас бармақ немесе сұқ саусақ арқылы алақанды жыбырлата отырып уқалау қажет, суреттегідей. Ал екінші нүкте интан нүктесі. Үшінші көздің акупрессура нүктесін ежелгі адамдар болашағын болжау мақсатында пайдаланған екен. Ол мұрынның екі көздің аралығында қырында орналасқан. Интан тек бас ауруында ғана емес, көз талғанда, ас қорытуда қиындықтарға тап болғанда, асқазан жарасы кезінде пайдалана беріледі. Оны бас бармақпен, сұқ саусақпен, тіпті сүйекпен уқаласа да болады екен. Келесі нүкте Цуаньчжу нүктесі. Бұл нүкте қастың басталар тұсында симметриялы орналасқан. Оның көмегіне басыңыз, әсіресе желге тұсыңыз ауырғанда, ұйқысыздық кезінде, тұмау, көз шаршағанда жүгінсеңіз болады. Цуаньчжуды бір уақытта екі қолмен уқалау қажет. Келесі нүкте Цзюйляо нүктесі. Бұл нүктені табуға сізге сурет көмектеспек. Оны бір уақытта екі қолмен, сұқ саусақпен немесе бас бармақпен уқалау қажет. Бірнеше минут жасалған массаж шаршауды басып, тұмау алдындағы ыстықты түсіріп, тіс пен бас ауруын жеңілдетеді. Достар, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі нүкте Тяньчжу нүктесі. Басыңыз компьютер алдындағы ұзақ жұмыстан кейін сынып бара ма? Мойын омыртқасы дұрыс емес тұрғанда, бұлшықеттер шамадан тыс жұмыс істеуге мәжбүр болған кезде, ал оның емін Тяньчжу нүктесі жақсы біледі. Ол мойынның жоғарғы жағында, омыртқа жотасынан 1 см биіктікте орналасқан. Жалпы ол нүктелерге массаж шалқалай жатқанда жасалынады. Егер оған мүмкіндік болмаса, отырып қолыңызбен басып қалыңыз. Келесі нүкте Тайчун нүктесі. Бұл нүкте аяқтың үлкен және кіші екінші саусағының тұсында орналасқан. Тайчун бас
табан ауруында әлсіздікке көмекке келеді. Оны қолмен уқалауға және екінші аяқтың өкшесімен басуға да болады. Ең бастысы, массаж жасар алдында бұл әдістер сіздің ауруыңызды басатынына сенсеңіз болғаны. Арнаға тіркеліп, лайк басуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басыңыз. Ақпараттар шығарылады.